Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта Қазақстан спорттық бағдарламалау федерациясы Қызылорда және Абай облыстарында 9-11 сыныптарға өткізген олимпиада есептерін талдаймыз. Бұл олимпиада есеп СПФет KZ платформасында сайтында өткен. Сол сайтқа кіру керек және бірінші тіркелу керек. Тіркеліп логин парольмен кіру керек. Мына жерден тіркелу туралы мәлімет YouTube'да СПФеттің каналында, арнасында тіркелу және есеп талдау деген видеода түсіндірілген. Сол видеоға қарап тіркеліп алуға болады. Тіркеліп логин парольмен кірген соң, мына жерден соревнования деген бөлім бар. Сол бөлімге өтеміз. Мына жерде соңғы болған олимпиадалар тұрады. СПФет Қызылорда Абай Олимп. Бұл олимпиада өтіп кеткен, сондықтан қазір виртуалды қатысамыз. Виртуал join дегенді басамыз. Ашылды. Мына жерде есептер, задача дегенді бассақ, есептер шығады. Бірінші есеп сэндвичи деген есеп екен. Мына жерге ашып қойып едім. Сол есепке қарайық. Сегодня 3 ваших лучших друга собрались вместе готовить сэндвичи дейді. Үш дос сэндвич дайындау үшін бірге бас қосыпты. Вместе они приготовили n сэндвичи. Олар барлығы біргелікте бірге n сэндвич дайындаған. Известно, что первый друг и третий друг приготовили одинаковое количество сэндвичей, а второй друг приготовил в 2 раза больше сэндвичей, чем первый и третий друг вместе. Ал бірінші және үшінші дос екеуі бірдей сэндвич дайындаған сэндвичтерінің саны бір-біріне тең. Ал екінші достың, екінші баланың дайындаған сэндвичтерінің саны екеуін қосқаннан 2 есе үлкен болады екен. Бізге кірісте бір сан беріледі, бірден миллионға дейін, бірақ ол сан 6-ға еселік болу керек. Мына жерде гарантируется, что входные данные верные деген сөз, ол 6-ға еселік сан дегенді білдіреді. Вы видите 3 числа, разделенные пробелами, количество сэндвичей, которые приготовил каждый. Әрқайсының дайындаған сэндвичтерінің санын шығару керек, 3 сан шығару керек. 6 болса, 1, 4, 1 деп шығады екен. 1, 1, мына екеуі тең болып тұр. Екеуін қоссақ 2 болады, ал мына 4, 2-ден 2 есе үлкен, дұрыс. 36 болса, 6 болады екен, мынау да 6 болады, 4 есе үлкен болады екен. Мына жерде де 4 есе үлкен, мына жерде де 4 есе үлкен болды. Екіншісінің дайындаған.
Ekеуін қосқандан 2 есе үлкен болып жатыр. Сонда әр қайсынан 4 есе үлкен болады екен. Ал мына 6 деген санды қалай шығарамыз? 6 деген сан 36-ны 6-ға бөліп жібереміз 6. Мына жерде 6-ны 6-ға бөліп жібереміз 1 болады екен. Сонда біріншісі n бөлінген 6, екіншісі 4n бөлінген 6, үшіншісі n бөлінген 6 сені үшін дайындайды екен. Жазып көрсек оны. Сонда бізде бар 3 бала бар. Бірінші бала, екінші бала, және үшінші бала бар. 3 бала. Олардың дайындаған сеніштерінің санын бірінші баланы x деп алайық. Үшінші бала мен бірдей дайындаған, ол да x болады. Ал екінші бала екеуінің бірге дайындағанынан 2 есе үлкен деп тұр. 2 көбейтеміз. X қосылған x 2x болады. Оны тағы да 2 көбейтіп жіберсек 4x болады екен. Олар барлығы бірге n сеніш дайындаған. Барлығы болғандықтан үшеуінің дайындағандарын қосып жіберсек n деген сан шығу керек екен. Мына үшеуін қоссақ 6x болады. 6x тең n болды. Бұл жерден x табу үшін n-ді 6-ға бөліп жібереміз. X пен бірінші бала дайындаған сеніштердің санын белгілеп едік. n бөлінген 6 болады екен. Ал мынау 4x болғандықтан 4 көбейту n бөлінген 6 болады. Ал үшінші баланың дайындаған сеніштерінің саны n бөлінген 6 болады екен. Үшеуін де анықтап алдық. Енді программасын жазамыз. Программаларды Python тілінде жазамыз. n деген санды оқып аламыз. n input print бірден print деп жаза салам, басқа айнымалы қолданбай. n бөлінген 6 деп айттық. Біріншісі, екіншісі 4 есе көп. 4 көбейту n бөлінген 6. Үшіншісі тағы n бөлінген 6 болады екен. Тексеріп көрейік. 6 деген сан берсек 1 4 1 деген жауап шығу керек. Дұрыс. Тағы тексеріп көрейік. 36 мен 6 24 6. Дұрыс сияқты тексеруге жібереміз. Көшіріп алып, мына жерде отослать решение, шешімді жөнелту деген бар. Программаның кодын мына жерге орналастырамыз. Ал мына жерден компилятор таңдауға болады. C++ бар, Java, Pascal, Python бар екен. Python 3 деген тұру керек, 2 болмайды, 3 деген. Отослать. Тексеріп жатыр. Барлық тесттерден өтті. Мына есеп шықты. Қалған есептерді келесі сабақтарда шығарамыз. Сау болыңыздар.